Ендеше әр көкпардың межесі болатыны сияқты, бүгінгі айтыс додасына түскен ақындардың жүлделерін жариялайтын сәтте келіп жетті. Құрметті көрермендер, сіздердің ыстық ықыластарыңызбен кешегі бабалардың бүгінгі жалғасы болған екі күн сөзден өлең өрген барлық ақындарды сахна төріне шақыруға рұқсат етіңіздер. Бекарыс Шойбеков, Түркістан облысы. Төлеген Жаманов, Қарағанды облысы. Біздің әрбір ақындарға қол соғып құрмет жасап қарсылайық, қымбатты көрермендер. Құлмахан Дүйсенов, Өзбекстан Республикасы. Рауан Хайдаров, Нұр-Сұлтан қаласы. Бауыржан Шемердұлы, Батыс Қазақстан облысы. Айбек Қалиев, Қостанай облысы. Нұрлан Есенқұлов, Шымкент қаласы. Қажмұқан Абзалов, Шымкент қаласы. Мейірбек Сұлтанхан, Қызылорда облысы. Аруна Керімбек, Ақтөбе облысы. Айбек Жеңісқазин, Шығыс Қазақстан облысы. Еркебұлан Қайназаров, Нұр-Сұлтан қаласы. Шұғайып Сесімхан, Алматы қаласы. Аспанбек Шұғатаев, Солтүстік Қазақстан облысы. Және де Қазірет Бердіхан, Алматы облысы. Құрметті көрермендер, біздің осындағы барша қатысушы ақындардың өнерін саралаған барша қаздар алқасын сіздердің ыстық ықыластарыңызбен сахна төріне шақырамыз. Асан Әлі Әшімов, КСРО халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың иегері, қазақ руханиятының ардагері, қаздар алқасының төрағасы. Сонымен қатар, Қазақстанның халық ақыны Жамбыл Жабаев атындағы сыйлықтың және Парасат орденінің иегері, қазылар алқасының мүшесі Әселхан Қалыбекова. Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Қазақстан Республикасының еңбегі сіңген қызметкері, Алаш Парасат ордендерінің иегері, ақын қазылар алқасының мүшесі Ханбиба Есенқараева. Айтыскер ақын, халықаралық республикалық ақындар айтысының жеңімпазы, қазылар алқасының мүшесі Бауыржан Халиолла. Айтыскер ақын, халықаралық республикалық ақындар айтысының жеңімпазы, қазылар алқасының мүшесі Маржан Есжанова. Біздің барша ақындарды осы жерде жүлдегер жеңімпаз аңықтарды жариялау үшін сахна төрінде сіздердің ықыластарыңызбен мемлекет және қоғам қайраткері, мемлекеттік Парасат орденінің иегері Жүрсін Ерман мырзаға микрофон тізгінін ұсынамыз. Сонымен Шымкенттегі айтыс аяқталды, мәресіне жетті. Талай айтысты көріп жүрміз. Айтыс деген әртүрлі болады. Ақындардың соңғы бабына, көрерменнің қошеметіне, ауа райына байланысты өзгеріп тұрады ақындардың сөзі. Біздіңше бір жақсы құмарымызды қандырған жыр сайыстарын тамашаладық. Осы айтыстың, Шымкенттегі айтыстың, Наурыз айтыстың атына лайық жоғары деңгейлі өнер болды ғой деп ойлаймыз. Айтысты қорытындылау үшін бір ауыз сөз қаздар алқасының төрағасы Асекеңе кезек береміз. Ассалаумағалейкум, бауырлар, жерлестер. Мынау енді шұрайлы Шымкентте шырқыраған шындық айтылды. Аздап кемшіліктерді айтылды. Ақындар айтысында сондай болу керек. Бұл заңды. Ұйымдастырушыларға көп рахмет айтам. Өте жоғары дәрежеде ұйымдастырған. Сәбит ақынға рахмет айтам. Мынау Пушкин менен Абайдың тілімен айтқанда келешекті ақындар билеу керек елді деген сөз бар. Ол рас. Тікелей ақындарға айтылмаса да ақын жанды адамдар болу керек. Мынау басшылардың творчествосын, ақындар творчествосын түсініп атқанда осындай бір берекелі айтыс болады. Сол берекенің қорытындысы кеше Жүрсін айтты. Осы жыл сайын мынау Наурыз мейрамын осы Шымкент қаласында өткізіп, оған күміс домбыраны осы жерде жасап, соны осы жерде сыйлайтын болды. Бұл үлкен жетістік деп есептеймін. Бұл
ақындар творчествосына берілген жоғары баға. Бүгінде сол келген ақындарға дұрыс бағасын берді деп есептеймін. Ақындарымыз жақсы. Барлығы күннен күнге өсіп келеді, әсіресе жастар. Бағана бір екі кішкентай жас шықты, біреуі 10-да, мектеп баласы. Ақын, мінекей ақын жанды ел, қазақтың ежелгі ең мәдениетінің бастамасы, буквары бұл ақындық өнер. Сондықтан ақын жанды ел әр уақытта бейбітшілікке құмар ел. Соғыс құмар емес. Сондықтан мен өз халқым үшін мақтанам, сіздер үшін мақтанам, сіздерге мен кездесіп, жүздескеніме қуанам. Рахмет. Жүздесіп тұрайық, кездесіп тұрайық. Осымен сөз тамам. Төлеген Айбергенов айтпақшы, бәйге берем, жеңілген палуанға да адалдығы сезіліп тұрар болса дегенде, ешқандай ақын жүлдесіз, кәдесіз қайтпайды. Солар тапсыруды бастаймыз. Маскын алсам, пәлеге қаланба деп, Шыңғыстан қорқып тұрмын. Өзімді әдеммін ғой. Сонымен жүлделерді тапсыра бастаймыз. Барлық ақынға жүлде бар. Оның ішінде мынау айтыстың ірі тұлғаларының атындағы номинация дейді, жүлделері бар. Соның бірі осы Шымкентте үлкен ақын болды. Мына Бекарыстың ұстазы еді кезінде. Қаныбек Сарбаев атындағы жүлде Рауан Қайдаровқа бұйырды. Ал тапсыра. Қайда әкел. Құр қағазды бойлап қолма, ар жағында ақшасы бар. Береміз. Осындай кеше тамаша өнер көрсетті. Сонау Ақтөбеден кішкентай бөбегін көтеріп келіп, бүгін финалға шықпаса да, Аруна Керімбековаға өзінің осындағы ақын апасы Әукшен Әбуов атындағы арнайы номинацияның жүлдесі. Қайда? Бауыржан таясайым, тапсырып тұрсаңдар. Қазір алқасының мүшелері. Мұна ақындардың қолын алып, ақшалай сыйлығы бар қасында. Құтты болсын. Келесі жыл 2 балаң ертіп келсең, бұдан да үлкен жүлде береміз. Орынбай атындағы жүлде Өзбекстаннан келген ақын бауырымыз Құлмақан Дүйсеновке бұйырды бұл жолы. Бұл милицияның майоры өзі, милицияның, полицияның адамы. Қандай жақсы өнер көрсетіп, құтты болсын. Еліңе мерейленіп қайтты. Мәделі Қожа атындағы осындай номинация Шымкенттің тамаша ақыны Қажымұқан Абзаловқа ыңғайы келді. Көпбай Омаров дейтін ғажайып ақын болып еді. Соның атындағы арнайы номинация бұл Мейірбек Сұлтанханға бұйырды. Қазір алқасының шешімі бойынша. Мерейің үстен бола берсін. Сен осы айтыстың ең кәдел ақындарының бірісің ғой. Осындай жүлдеде болатын көріп. Құлыншақ атындағы арнайы номинация мынау Семейден келген Жеңіс Қазин Айбекке. Құтты болсын айналайын. Бұл айтыстың болашақ жұлдызы ертеңгі. Өсіп келетір, жарып келетір, жанып келетір. Құтты болсын. Енді Майлықожа атындағы жүлде. Бұл жүлдеге арқалы ақынымыз Аспанбек Шоғатай бегі болды. Құтты болсын Аспанбек. Бұл дипломның ар жағында қаржысы бар, бәрің арнайы. Қомақты. Енді арнайы тағы 2 жүлде бар. 250 мыңнан. Мұның біреуі Төлеген Жамановқа Қарағанды облысынан келген ақын. Мерейің үстен бола берсін. Дәл осындай жүлде
Hazret Бердіханға физик Алматыдан келген. Құтты болсын, Hazret. Үшінші орын шоу болды. 300 мыңнан Қалижан Білдашев. Мен баспайға берейікті, міне қаздар көнбеді. Мен осыған қанағат. Жақсы айтсасадың, әсіресе бүгін көтердің, Шымкенттің шуын аспаған көтердің. Дәл осындай 3-ші орынның жүлдесі 300 мыңдық Шұғайып Сезімханға бұйырды. Бүгін Шапқажап айтыстың жақсы үлгісін көрсеттің. 3-ші орынның тағы бір жүлде 3-ші орын осындай. Нұрлан Есенқұловқа Шымкенттің жүйрік шайыры тамаша әні мен сазы мен айтыстың көркін кіргізген. Құтты болсын. Екінші орын екеу болды. Мұны тапсыратын Маржан Ешжанова мен Бауыржан Қалиолла. Маржан тапсырады Айбек Қалиевқа, Арқалықтан келген Арқалы ақынға. Құтты болсын Айбек. 500 мың ақшалай қаржылай қосымшасы бар. Және Бегарыс Шойбековке Бауыржан тапсырайын деп тұр. Құтты болсын. Енді бірінші орынның жүлдесін тапсырады Әселхан мен Қанбибі. Екеуіңіз қолдарын алып ақындардың бір-ақ адамға берілді бұл жүлде. Бұл анау Батыс Қазақстан облысы Жымпиты ауданынан келген Бауыржан Шермединұлына тамаша ақын екен. Бұл жолда биіктен көрінді. Бір ауыздан қазылардың шешімімен осы жүлде Бауыржанға лайық деп табылды. Тұр аға. Бас жүлдені тапсыру үшін қала әкімінің бірінші орынбасары Шыңғыс Жұмабекұлы Мұхановты және Қазақ алқасының төрағасы Асаналы Әшімовті ортаға шақырамыз. Біреулер бұл бәйгеге ие болған ана топырағыңа не оралмай жүрсің дегенді айтты ғой. Өсіп кетсем шеніммен оралам, өліп кетсем кебіммен оралам деген қасиет сөздерді айтты. Еркебұлан Қайназар. Халықтың ұлттың мейрамы емес пе? Сондықтан қалалық әкіміне де, қалалық мәдениет басқармасының басшысына да, басқа осыны қолдаған өткізген азаматтарға мыңда бір алғыс айтамыз. Наурыздың рухы басқан аяқтарыңызбен бірге үйлеріңізге ере басын, үйлеріңізде той болсын, бала-шағаларыңыздың қызығын көріп, жаманат көрмей, наурыздан наурызға, айдан айға, жылдан жылға аман есен жетіп жүріңіздер. Бір ауыз сөз. Жеңімпазға. Жүздессем Шымкенттей аймақ пенен жадырап сала берем, жайнап келем. Ағайын ықыласыңа мың рахмет, ұлына байге берген байрақ пенен. Негізі осы айтысқа жүлде емес, ұстаздың абыройын ойлап кебем. Айтылған сөз, атылған оқпенен тең. Айтпаймын қалжыңдап та, ойнап та мен. Алған бәйгем қолыма тиген кезде сәкеңнің сәйгүлігін байлап берем. 2 миллионға 5 сәйгүлік келеді. Шын жүректен құттықтаймыз. Келесі кезекте бүгінгі наурыз айтыста жүрсін ағамыз бен Сәбит ағаны Түркістан облысы Ордабасы ауданы әкімдігінің мерейтой құттықтау хатын жеткізу үшін Ордабасы ауданы мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің басшысы Жылқыбай Құрманәлі Тастанбекұлын сахна төріне шақырамыз. Құрметті ағайындар, баршаңызға біздің соны ғасырлардан бері қанымызда келе жатқан бүгінгі киелді қасиетті
дәстүрлі Наурыз мерекесі құтты болсын деп айтқым келеді. Алланың нұры жауып тұр. Бүгін Алланың нұры, ақындардың жыры жауған күн болды, кешелі бері. Осы айтысқа мына Шымкент қаласына көрші ең жақын аудан, Ордабасы ауданының әкімі Нұрбол Әбсаттарұлының сәлемін, сый-сияпатын жеткізгелі келіп тұрмын. Білесіздер, баршаңызда біздің киеліде қасиетті айтыс өнеріміз сонау 70-80 жылдары архивте шаң басып бара жатқан заманда осы айтысты қайтадан жаңғыртып, қайтадан өмірге әкеліп, сахнаға әкеліп, орасан зор еңбек еткен Жүрсін ағамыз 70 жасқа келіп отыр екен белін. Сол Жүрсін ағамызға деген арнайы мына жерде біздің аудан әкімінің алғыс хаты, құттықтау хаты, әлем палуаны атанған жауырыны жерге тимеген Қажымұқан атамыздың рухы әрдайым қолдап жүрсін деген тілекпен Қажымұқан атамыздың осы кілем суретшесін сыйға тартуға рұқсат етіңіздер. Жөке мынау шапаныңыз, қазақтың қасиетті қара шапаны. Осымен екі күнге созылған аламан айтыс наурыз айтысы өз мәресіне жетті. Шырайлы Шым қалада келесі айтыста жүздескенше аман сау болыңыздар.